Армысыздар, адамзатқа ортақ құндылықтарды бойына сіңірген адам, Құдайына сенген мұсылман, ақты ақ, қараны қара деп айтады. Құрметті Мұхамеджан Тазабеков, осы уақытқа дейінгі әлеуметтік желідегі жазбаларыңызға, қоғамдағы белсенділігіңізге қарап, біз сізге бірнеше сауал жолдағымыз келеді. Бірінші сұрақ: әділетті патша Омарлы, Алла олардан разы болсын, үлгі алып, дін жолын насихаттаушы, ақиқатты серік еткен ақын ретінде әділетсіз өткен сайлау жайлы неге жағашпайсыз? Оның әділетсіз өтуіне ат салысып, дауыстарды ұрлап, Қасым-Жомарт Тоқаевқа топырлатып бюллетендерді салудың күнә екенін неге ескертпейсіз? Екінші сұрақ: Ринат Саид айтыскер ақын болғандықтан барлығымыз оған бостандық сұрадық. Алайда осы уақытқа дейін елге танымал болмаса да, әділдікті іздеген, жерімді қорғаймын деп темір торға тоғытылған қаншама қазақтың қыз жігіттері бар. Әр қазақ біздің бауырымыз емес пе? Соларға неге араша түсе алмаймыз? Бұл түрлік адамдарды алалау емес пе? Үшінші сұрақ: халықтың пікірін қажет етпейтін, құқығын шеттейтін елде тек қана бір адамның айтағымен, бір адамның сөзімен ғана шығады деп ойлайсыз ба? Ешкімге ақысын жегізбеген, жерін жалға бергізбеген алаш жұрты өз еркімен бас көтере алмай ма? Әлде айтқанға көне беретін, сұққанға бұға беретін қараша жұрт қазақ халқы құл болғаны ма? Төртінші сұрақ: сіздер шынымен де бүлік туғанын қаламасаңыздар, әлеуметтік желіде ғана белсенді болмай, дін мамандары, дінді насихаттаушы адамдар кешегі билер сияқты, Армениядағы дін өкілдері сияқты, халық пен биліктің арасын жақындатуға, елдің арасынан, алаңнан неге табылмайсыздар? Өздеріңіз бастап, бейбіт шеруге рұқсат алып, өздеріңізді өсірген жұрттың жан айқайын билікке неге жеткізбейсіздер? Әлде сіздер үшін жолдың жабылуы, жоспардың бұзылуы уайым ба? Әділдік деп шырылдаған өз халқыңызды, қарияңызды, ұл-қызыңды қорғау қауіпті болса, біз сонда қандай дамыған мемлекетте өмір сүріп жатырмыз? Биліктің де қатесі бар шығар деп үстінен сүйкей салып, қарапайым халыққа ғана ақылшы болу күнделікті жұмыстарыңызға айналып бара жатқан жоқ па? Өздеріңіздей үлкендерге Әбіләз рахат болды. Ел шырылдап алаңға шықса, бәрін сырттағыға ерген бүлікші қыла саласыздар. Бірақ ұмытпаңыздар, Жаңаөзенде де, жер мәселесінде де халықты алып шыққан Әбіләз емес, әр жігіттің, әр қазақтың намысы мен рухы. Сіз де, біз де елімізді дамыған мемлекеттердің қатарынан көргіміз келеді емес пе? Өркениетті елдерде адамдардың бір-бірімен пікір алмасуы, өз ойларын еркін айта білуі анау айтқандай аса бір қауіпті мәселе емес. Ол үшін кек те қумайды, ізіне де түспейді. Ойлағандарыңыз елдің ертеңі болса, құдайшылдығын айтып, бүгінгі жүйенің, қоғамның шынайы бет бейнесіне тік қарап, әрдайым әділдік жағында болыңыздар. Дұғада болайық деп бұға бермей, біздің осы сауалдарға әділ, анық, ашықта тура жауап беріңіздер. Құрметпен, қажет тәуелсіз жастар арнасының ұжымының атынан.